Қайырлы күн, саламатсыздар ма, қалдарыңыз қалай? Даусым жақсы естіліп тұр ма? Даусым жақсы естіліп тұр ма? Көрініп тұр ма? Реакциямен көрсетіп жіберсеңіздер, білдіріп жіберсеңіздер. Бүгін эфир болады. Не үшін программа, не үшін жаңағындай установкалармен жұмыс істеу керек? Барлығын бүгін талқылаймыз. Күттім ғой дейді, қуаныштымын. Эфир соңына дейін отырғандарға өте мощный техника берем. Ол техниканың бағасы нарықта 300 мың теңге тұрады. Эфирдің соңына дейін отырған қыздар бесплатно алатын болады. Эфирді, наверное, сақтамаймыз. Потому что бұл өте құнды ақпарат. Сондықтан просто так беріп қоя алмайтын шығармыз. Давайте эфирді бастай берейік. Кішкене уақытым тығыздау, менде қонақтан қонақ болып кетті. Эфирді тез-тез жасап тастаймыз. Қосыла беріңіздер. Ата-аналық сценарий. Ата-аналық сценарий деп көбінде естіп жатқан шығарсыздар, может, мышлениемен әсіресе жұмыс істеп жүргендер. Ата-аналық сценарий болады. Ата-аналық сценарий, ол отбасылық сценарий, қалай? Ол қалай? Онымен не үшін жұмыс істеу керек? Себебі қараңыздаршы, не үшін анасының жолын анасыға ұқсағысы келмейді, бірақ анасының өмірін қайталап жатқандар бар ма? Арамызда бар ма? Анасына ұқсағысы келмейді, бірақ анасының өмірін сүріп жүргендер. Именно анасы сияқты өмір сүріп жүргендер, қиналып жүргендер, өзіне ақша қимайтындар. Бар ма арамызда? Не үшін олай болады? Себебі біз 80%, получается, өмірімізде өзіміздің 80% ата-анадан алған сценарий бойынша өмірімізді жасайды екенбіз. 20% қана өз өмірімізбен сүргенде боламыз, бірақ бізде 80% ата-анамыздың программасы сіңіп қалған бар дейді. Не үшін олай болады? Кім біледі, не үшін олай болады? Себебі қараңыздар, сіз не үшін анаңыздың өмірін қайталайсыз? Себебі қараңызшы, әкеңізге көбісі әкесіне ұқсаған еркекті іздейді, ер адамды іздейді. Мысалы, әкесі абьюзер болса, получается, қыздар абьюзер адамды таңдайды. Абьюзер жігітті іздейді. Отыр десе отырғызып, тұр десе тұрғызатын жігіттерді іздейді. Оларға слабый, жаңағындай ухаживать ететін, айтқанын істейтін жігіттер ұнамайды. Себебі оның басында подсознательный программа, получается, әкесінің образы тұр да. Әкесінің басында образы тұр, еркек мынандай болу керек деген. Және жігіттермен араласқан кезде, получается, жігіттерменен отношениеге кірген кезде, егер менде клиентім болды сондай. Бір клиентім болды, айтады, менің жігітім ухаживать етеді полностью, сыйлықтар, қымбат сыйлықтар сыйлайды, ухаживать етеді, айтқанының барлығын жасайды, бірге қыдырамыз, барлық жаңағындай ненің бәрін өзі төлейді, іздеп тұрады, жақсы көретінін айтады. Бірақ почему-то и еще ақша жақсы табады. И айтады, почему-то как будто слабый сияқты. Сосын мен айтам, саған қандай слабый деген еркек сен үшін қандай? Үндемейтін, әйелдің айтқанын істейтін, ухаживать ететін, айтқанның бәрін әперетін, сондай еркек слабый еркек дейді. Ал мықты еркек қандай десем, мықты еркек деген отыр десе отырғызып, тұр десе тұрғызатын. Әйелдің айтқанымен жүре қоймайтын, әйелге сыйлық бере қоймайтын еркек, получается, әкесінің образын подсознательно сондай ер адам іздеп жүрді. Алдында жүрген жігіттің бағасын білместен тура әкесі сияқты ер адамды іздеп жүр. Бұл деген не деген сөз? Бұл деген сіздің подсознаниеңізда сондай бір образ жазылып тұр деген сөз. Так, қыздар, 1 минут. Бедный адамдар келіп кетіп жатыр. Подсознаниеда, получается, сондай образдар жазылып тұрған кезде, қыз неосознанно, бессознательно сондай абьюзер еркекті іздейді өзіне. Оған слабый еркек ұнамайды, оған ухаживать еткен, как будто ол слабый, недостойный ер адам сияқты көрмейді да. Біз басындағы образды өзгерткен кезде, айтады да, ол мекен менің жігітім күшті екен, ажырасып кетсем, наверное, өмір бақи өкініп өтетін едім. Потому что күйеуі жаңағындай сайт арқылы
телефон арқылы, интернет арқылы получается өте жақсы ақша табады. Жасы 21-де ғана, бірақ айына миллион жарым теңге табады. Еще қыздың бар айтқанын істейді. Түсініп тұрсыздар ма? И соны жаңағы қыз отталкивать етіп жүрген ғой, жаңағындай внимание бермей, дұрыс жауап берместен қашып жүрген. Ол бессознательно болатын құбылыста, себебі әкесі мен мамасының отношениесінде әкесі абьюзер болған. Мамасын жұмысқа шығармайды, мамасына сыйлық бермейді, мамасына көңіл бөлмейді. Сондай отношениені көріп өткен қыз, получается, үнемі отношение беріп тұратын жігіттерді өзінен отталкивать етеді. Себебі жаңағындай басындағы образ, получается, ондай жақсы еркекті өміріне алып келуге рұқсат бермейді. Так, түсіндіңіздер ғой, иә? Ол программаны біз қалай жазып аламыз? Қараңыздар енді. Мамаңыз тұр, папаңыз тұр. Мамаңыздың ішіндегі установканы папаңыз көрсетеді мамаңызға. Потому что ер адам біздің ішімізде зеркало. Ер адам біздің ішіміздегі айна. Мамаңыздың ішіндегі установка қандай болса, ер адам сыйламайды, ер адам сыйлық бермейді, ер адам жаман, ер адам изменять етеді деген программа болатын болса, папаңыз сол нәрсені әйелге көрсетеді. Сіз қай жерде тұрсыз? Сіз ортада тұрсыз да, бала. Бала мына болып жатқан программаны, получается, бала өмірге келді. Мына әлемінде болып жатқан программаны бала өзіне қабылдап алады. Значит, кім? Бала постоянно әкесіне мамасының көзі арқылы қарайды. Мамасының көзі арқылы әкесін көреді. Түсіндіңіздер ғой? Мамасы арқылы, мамасы әкесіне ренжісе, қыз ойлайды, менің әкем жаман деп. Қыз да ренжиді. Ол түсінбейді, не үшін ренжіп, не үшін етпей жатқанын. Просто қыз бала, получается, 7 жасқа дейін, кейбіреулер 7 жасқа дейін, кейбіреулер 3-4 жасқа дейін бала ойлайды екен, біз мамам екеуміз бір адамбыз деп. Түсіндіңіздер ғой? Біз мамам екеуміз бір адамбыз. Значит, әкесі әйеліне ренжітетін болса, как будто ол оны жаңағындай ренішті балаға жасағандай болады да, бала соны мені ренжітіп жатыр деп қабылдап тұрады. Түсіндіңіздер ма? Сонда мамаңыздың установкасын не істедіңіз? Сіз өзіңізге қабылдадыңыз, Күйеуі папаңыз измена еткен болса, сіз өзіңізді жаман сезіндіңіз, сол кезде керек емес сезіндіңіз да. Вот травмами, изменаның проблемасымен келетін қыздардың көбінде кішкентай кезінде папасы мамасына измена жасаған кезде қыз тұрып, ортада тұрып, почему-то ойлайды, мен керек емеспін, мені жақсы көрмейді. Содан кейін ғана осындай измена жасады папам мамаға. Вообще бала здесь не при чем ғой, ол ата-ананың арасындағы отношения. Түсіндіңіздер ма? Кішкене ентігіп кеттім. Түсінікті болып жатыр ма? Қалай программа қабылданады балаға? И сіз ортада тұрасыз да, бүкіл негативный программаны өзіңізге сіңіріп аласыз. Кішкентай бала өзін керек емес сезінген, өзін жалғыз сезінген, өзін жақсы көрмейді деп сезініп қалған кішкентай бала, ол сол кезде эмоцияны шығара алмайды. Эмоция шығарылмаған эмоция не істейді? Тәнге сіңеді, установка болып, сенім болып сіңеді. Сондай әкесі мамасына измена жасаған қыздардың өскен кезде күйеуі мынаған измена жасайды. Неге? Себебі қыздың ішінде сондай установка бар да, қыздың тәнінде, қыздың бессознательный, программа бар сондай, подсознаниясында сондай программа бар. Түсінікті болып жатыр ма? Кері байланыс беріп жіберсеңіздер, реакциямменен не түсінікті болып жатыр, не түсініксіз болып жатыр, сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Түсінікті болды ма? Не үшін программамен жұмыс істеу керек? Не үшін установкаларды өзгерту керек? Не үшін отбасылық сценарийді өзгерту керек? Түсінікті болып жатыр ма? Қазір сіздің күйеуіңізбен отношениеңіз онша емес болса, онда бала тұрып, сол программаны сіз күйеуіңізбен қақтығысып жүрсіз да, ортаңызда балаңыз тұрып, балаңыз сол сізден негативті, сіз арқылы әкесіне қарап, получается, ер адамдардың барлығы жаман, ер адамдардың барлығы измена жасайды, ер адамдардың барлығы эгоист деген ер адамға қарсы өте жаман пікір қалыптастырып алады. Особенно қыздар.
сөйтеді сол программамен жүріп, егер сіз оны өзгертпейтін болсаңыз, сіз ол программаны мұра ретінде, получается, қызыңызға бересіз да. Потому что сіздің өміріңізде қайталанып жатқан нәрсе, қызыңыз сол программаның бәрін қабылдап жатыр. Түсінікті дейді. Так, не үшін түсінікті, не үшін программамен жұмыс істеу түсінікті болды ма? Түсінікті болса, давайте арғарап. Енді не үшін мен бұндай курс жасадым? Стористарда бөлісіп жүрмін, постқа да шығарып жатырмын. Мен өз басымнан измена болған кезде мен ойладым, барлығы инбилдингте деп, барлығы физически жақта деп. И соны жасадым, бірақ өзінде результат болды. И сол инбилдинг жаттығуларын қыздарға сатқан кезде қыздардың 80% ешқандай результат алған жоқ, 20 ғана проценті результат алды. Ол деген вообще катастрофа. Берген біліміңнен 20 ғана процент қыз не случайно результат алса, 80% қыз результат алмаса, ол деген ужасный нәрсе. Сол кезде мен ізденіп ары-қарап түсіндім, ол кезде мышлениямен жұмыс істейтінмін, бірақ мен ойлайтынмын, физически жақсы болса, бәрі жақсы болып кетеді деп. На самом деле вообще басқа нәрсе. Себебі қыздың басындағы программалармен жұмыс істемеген кезде, получается, қыздың басындағы установкалармен, сенімдермен, қате ойларымен жұмыс істемеген кезде, қыз қанша физически жаттықса да, ол ешқандай результат ала алмайды. Шетел жақтарда 89-88 жылдары, сол жылдардың өзінде дәлелденіп қойғанда, 3 топты, получается, 3 топты шығарады. Бір топ физически просто жаңағындай баскетбол ойнайтындар, по-моему, 3 топты шығарады 10 адамнан. Бірінші топ физически тек жаттыға береді, сөйтеді, бірақ жаңағындай уже нәтижесі олардың 70% болады. Екіншісі и физически жаңағындай жаттығады, и мименен жұмыс істейді. Оларда 90% болады. И получается, үшіншісі жаңағындай отырып алады да, жеңгенін просто представить етеді, получается, өзінің миына жеңгенін, вот, жарыс болады ғой, сол кезде жеңіп шыққанын күнде отырып 10 минут визуализация жасайды. Сол сезімдерді сезінеді, күшті ойнап жатқанын, күшті гол салып жатқанын, барлығын елестетеді. И жарыстың күні, получается, келіп бәрін жарыстырған кезде қайсысы жеңеді деп ойлайсыздар? Бір ай бойы физически жаттығу жасағандар жеңе алмай қалады, потому что оларда сенім жоқ та, олар қорқып жатыр, бір-бірін көрсетпейді бір-біріне. Екінші 90% дайын, соңында только мимен жұмыс істеп, отырып алып, только мимен жұмыс істегендер жеңіске жетеді. Түсіндіңіздер ма? Мидың құдіреті, бастағы программалардың құдіреті қалай күшті екенін. Қараңыздар. Сол үшін мен қазір не үшін өте керемет курс жасап жатырмын деп айтып жатырмын, себебі бұны мен жан-жақты ойластырдым да, и физически, и мышлениямен, и установка, и травмамен жұмыс істейтін қылып. Енді қараңыздар, курстың бағдарламасына келетін болсақ, бірінші модульде біз не жасаймыз? Бірінші модульде басыңыздағы ер адамға деген установкалар, отбасылық өмірге деген установкалардың барлығын трансформировать етеміз, өзгертеміз оның барлығын, оған арнайы техника беріледі. Одан кейін барып сопротивлениеге байланысты, себебі көп қыздар бар, курс ала береді, бірақ ешқандай результатқа жете алмайды. Курсты қарай алмайды. Сол қыздарға арналған сопротивление, себебі мида қандай да бір блок тұрады да, результат алуға байланысты. Сол блоктардан арыламыз. Үшінші, выявление, подсознательный установка. Бізде қараңыздар, саналы түрде установкалар болады, және подсознательно, жасырын түрде установкалар болады. Дәл осыған тоже техникалар беріледі, чтобы сіздің түп санаңыздан сізге көрсетпей тұрған миыңыз, жасырынып тұрған өміріңізге бір блоктар, бір жақсы отношениеге, жақсы ақшаға кедергі болып тұрған установкаларды выявлять, соларды шығарып, соларды трансформация жасаймыз. Одан кейін амидамен жұмыс. Бұл да өте жаңағындай мықты техника. Менде, получается, мен әкеме ренжитінмін, маған ештеңке алып бермеді деп, получается. Мен әкеме ренжитінмін, маған ештеңке алып бермеді, ештеңке алып бермейтін, жақсы көңіл бөлмейтін деп. И менің өмірімде не болды? Мен өміріме келіп, өзімнің өмірімде, күйеуім маған даже бір нәрсе беріп жатса да, мен оның көзін көрмейтін.
Себебі не тұр? Себебі подсознанияда обида тұр да. Ол даже бір нәрсе әперіп жатса, мен обесценивать ететінмін, сен маған ештеңе жасамайсың. Себебі менің ішімде обида шықпай қалған. На самом деле ол обида менің папама деген. Папама айта алмаған сөздерді мен күйеуім арқылы ішімдегі эмоцияны шығарып жүрмін да. И ол жерде не болады? Ол жерде ұрыс болады. Сол кезде сіз обидалардың барлығын шығарған кезде ер адамға уже басқа көзбен қарайтын боласыз да. Уже әлемді басқаша қабылдайтын боласыз. Уже сіздің миыңыз басқаша жұмыс істейтін болады. Уже сіз бір сыйлықтар алсаңыз, эмоцияңызды шығарып үйренесіз. И тағы не? Обида негізінде ол не только отношения, ол ақшаға да блок. Сіздің өміріңізге бірдеңе келуге блок. Қараңыздар, обида деген өте жаңағындай реніш, мені ренжітті деп жүреміз ғой. На самом деле просто сөз ретінде ол реніш емес, ол мына жерде ғана қалатын емес. Ол кәдімгідей жаңағы шетелдерде эксперимент жасаған кезде обиданың тәнде қалғаны қара энергия түрінде қалады. Қара энергия түрінде шоғырланады. Сіздің ең нәзік жеріңізге, сіздің ең слабый органдарыңызға. Әсіресе күйеуіне реніші барлар женский жақпен ауырады. Миома, киста, неге іштегі шыға алмай қалған непрожитый эмоция мен обида қосылған кезде ол ісік боп денеңізден сондай ісіктер болып шығады. Түсіндіңіздер ме? Обиданан не үшін жұмыс жасау керек? Кеше эфирға шыққанда бір қыз болды ғой. Ужасный диагноз. И сұрақ қойған кезде, я дейді, я менде обида бар күйеуіме, шығара алмай қалған эмоциям бар. Сол эмоциялардың барлығы сіз аузыңызбен проработка жасап шығармасаңыз, ол сіздің денеңізден шығатын болады. Сондықтан обидамен жұмыс жаңағыдай өміріңізді жақсыға бұруға, және сол обиданы жіберген кезде сол нәрсенің орнына жаңа нәрсені қабылдайтын боласыз. Және установка программаларды басыңызда сіздің установка программа өзгерген кезде сіздің алдыңыздағы ер адам өзгереді. Себебі сіздің басыңызда айна деп айтамыз ғой, ер адам мен әйел адам бір-біріне айна. Сіздің басыңызда ер адам жаман деген установка болатын болса, сіздің басыңыздағы установка программаға сай ер адам сондай рөл ойнайды. Түсіндіңіздер ғой? Ер адам, сіздің күйеуіңіз слабый, ақша таумайды дейтін болсаңыз, күйеуіңіз дәл сол рөлді ойнап береді сізге. Себебі не? Себебі жаңағындай зеркальные нейроны. Ер адам мен біздің күйеуіміз бен әйелдің ортасында зеркальные нейроны ойнайды. Оның басындағы программаға байланысты сіз жұмыс істейсіз. Сіздің басыңыздағы программаға байланысты ол жұмыс істейді. Түсіндіңіздер ме? Екінші модульде имбилдинг жаттығулары болады. Полностью там бабочка, жаңағыдай түрлі техникалар сол жерде. Енді үшінші модульді секретная настройка для подсознания болады. Мына басыңыздағы мусорлардың барлығын шығарған кезде, негативный установкаларды, программалардың барлығын өзгерткен кезде басыңыздағы, уже сіздің подсознанияңыз жаңа реальностьқа, жаңа шындыққа дайын болады. Сол кезде біз не істейміз? Секретные настройки. Ол кәдімгідей музыкаменен сіздің подсознанияңызда, сіздің отношениеңіз күшті болуына басыңыздағы, получается, түп санаңызды программалайды. Түсіндіңіздер ма? Секретный настройка. Екіншісі, үшінші модульдің екінші техникасы НЛП техникасы. НЛП техникасы сөз арқылы, получается, басқа адамды басқару, НЛП техникасының просто қарапайым сөзбенен солай түсіндіріледі. Сіз аузыңыздан шыққан сөз арқылы ер адамыңызды басқара аласыз. Аузыңыздан шыққан сөз арқылы ер адамыңызды қандай болғанын қалайсыз, соған программировать ете аласыз. Түсіндіңіздер ме? Бұл жерде кәдімгідей техникалар беріледі, НЛП-ның техникалары. Сіздің қалағаныңызды жасағанын қаласаңыз, күйеуіңіз, сіз сумка алғыңыз келді, или басқа қалаға көшкіңіз келеді, или жұмысқа шыққыңыз келеді, или тағы бір нәрсе жасағыңыз келеді, бірақ күйеуіңіз көнбей жатыр, көнбей келді бұған дейін. Сол нәрсені де НЛП техникасы арқылы өзіңіздің айтқаныңызға көндіре аласыз. Бір сөзбен айтқанда жұмсақ басқара аласыз. Біздің
үлкен әжелеріміз, аналарымыз үнемі айтып келді ғой жаңағындай. Алдай сал, жаңағындай күйеуіңді жаңағындай алдап жылы сөйлей сал, бірдеңе. Ол деген алдай сал деген бір өте грубый сөз. Мен айтатын едім, просто НЛП техникасы менен коммуникация орнату. Подсознаниясына программалау подсознание. Получается, біз өзімізді программалаймыз бірінші модульде полностью. Екінші, үшінші модульде уже күйеуіңізді программалайсыз. Уже сізде результат деген мынандай болады да уже. Сіз басыңыздағы установканы өзгерткен кезде күйеуіңіз өзгере бастайды. И физически жаттығасыз, физически күшті боласыз. Ол кезде уже самооценкаңыз өседі, уверенность қалыптасады. Уже үшінші модульде ер адам менен дұрыс коммуникация құру. Айтқаныңызды жасату, айтқаныңызға көндіру, өзіңіздің қалағаныңызға көндіру. Түсіндіңіздер ғой? Так, үшіншісі, одан кейін образдармен жұмыс. Біздің өмірімізде, получается, біз ата-анамыздан көрген кезде бірінші установка болып жазылады, екінші қорқыныш болып жазылады балада, үшінші образына жазылады. Образбенен жұмыс істейміз. Отбасылық образ, отбасы дегенде көбінде менде алдында отбасы дегенде көзімді жұмсам, папа мен мамамның ұрсып жатқаны елестей беретін көзіме. Сол сіздің подсознанияңызда дәл сондай образ тұрған кезде, сіз өміріңізде неосознанно, бессознательно сондай отношениені құрып аласыз. Түсіндіңіз ғой? Сол подсознаниядағы образдарды өзгерткен кезде, отбасы дегенде не көресіз? Что я при этом вижу? Ол жерде де күшті техникалар бар. Образбен жұмыс істеу, бастағы подсознательный образдарды өзгерту. Солардың барлығын өзгерткен кезде уже сіз нәтижені, получается, 6 сағаттың ішінде уже алғашқы нәтижелерді алып бастайсыз. Так, одан кейін қараңыздар, одан кейін балалық травмалар. Бұл ең бастысы. Балалық травма болған кезде, получается, біз әке шешеміз, бізді жақсы көрмеді деп, бізде бір сондай травма қалған кезде, сол нәрсені, сол травманы анамыздан, әкемізден ала алмай қалған жаңағындай махаббатты, получается, біз күйеуімізден алуға тырысамыз да. Оларды, оны әдейі жаңағындай бессознательно, неосознанно оған тиісіп қаламыз. Оған жаңағындай сен мені жақсы көрмейсің деп көп қыздар айтып жатады ғой. Сен мені жақсы көрмейсің, сен маған сыйлық бермейсің деген сияқты. Ол не істеп жатыр? Ол, получается, күйеуінің миын программалап жатыр, сондай жаман нәрсеге. И оны программалап отталкивать етіп жатыр да өзінен. Сен мені жақсы көрмейсің деген кезде күйеудің миында соны айта берсең, внушение болады ғой. 1 рет айттың, 3 рет айттың, 7 рет айттың, уже ер адамның миында программа қалыптасты да, мен оны жақсы көрмеймін деген. Түсіндіңіздер ғой? Сол травмалармен, балалық травмалармен жұмыс істейтін боламыз мына жерде. Өздеріңіздің травмаларыңызды өздеріңіз проработка жасай аласыздар. Одан кейін барып ер адамға дұрыс программа енгізу, қалай жасау, соның барлығы техника берілетін болады. Неге курс жасадым? Не үшін курс өткізгім келді? Себебі көп қыздар маған келеді де, бір терапиядан кейін, бір терапиядан әрине результат алады. Бірақ қараңызшы, сіздің кішкентай кезіңізден бастап, қазір 30-дасыз, 20, 30, 40-дасыз, сонша жыл бойы жиналған басыңыздағы ментальный мусорды бір терапиядан алып тастау деген, это невозможно нәрсе. Глубинасын тауып өзгертуге болады, состояниесін өзгертеді. Бірақ өте қаптаған мусорлар глубинасын алып, бір нәрсені өзгерткенменен жанында ұсақ травмалар, установкалар, образдардың барлығы сіздің жақсы отношениеге келуіңізге өте кедергісін жасайды. Тағы бір нәрсе қыздар, көбіңіз еще ақша тапқыңыз келеді, үйде отырып ақша тапқыңыз келеді. Бірақ сізде отношение жаман болған кезде, отношениеңіз ужасный болған кезде, сізде жаңағындай энергетический дыра дейді ғой, и тесік,
иә, сол жерден бүкіл энергияңыз жаман отношениеге салынып жатқан кезде сіз жақсы ақша таба алмайсыз да, сізге жақсы ақша да келмейді. И отношениеңіз күйеуіңізбен жаман болған кезде оны көріп өскен балаларыңыз, получается, сіз өскен кезде дәл сондай отношение жасайтын болады да, сізге де, өзінің отбасында да. И қазір сіз жұмыс істемесеңіз, бір нәрсені түсіну керек нәрсе, дәл қазір сіз жұмыс істемейтін болсаңыз, өзіңізбен, өзіңіздің программаларыңызды өзгертпейтін болсаңыз, бұл өзіңіздегі негативный программа, бірінші өзіңіздің өміріңізді просто қиналып өткізесіз, жақсы отношение ала алмайсыз, жақсы жаңағындай күшті сыйлықтар ала алмайсыз, күйеуіңізден жылылық ала алмайсыз. Бірінші бұл өзіңіздің өміріңізді просто так қиналыспен өткізетін боласыз. Себебі не? Менің мынандай сөз бар да, менің айналамда көріп тұрған нәрсенің барлығы, менің айналамда болып жатқан нәрсенің барлығы, бұл менің басымдағы установкалар ғана. Себебі біздің өміріміз, біздің басымыздағы установкалар менен цепочка сияқты, бір-бірімен пазлдар сияқты бір-бірімен құралады. Түсіндіңіздер ғой? Біз не істейміз? Осы жерге кіріп, сол пазлдардың барлығын, жаман, лас болып кеткен, быт-шыт болып кеткен пазлдардың барлығын жақсыға ақырындап өзгерткен кезде, уже сіздің отношениеңіз өзгере бастайды. Біріншіден өзіңізге, екіншіден күйеуіңіздің сізге деген, одан кейін оны көріп отырған балаларыңыздың сабағы жақсарады, самооценкасы жоғары болады, уверенность жақсы болады. Себебі бала менің өзімде, менің ата-анам ұрсатын кезде, ата-анам ұрсып жатқан кезде мен өзімді сезінетінмін. Мен ешкім емеспін. Мен төмен адаммын. Мен жақсы жұмысқа лайықты емеспін. Мен жақсы ақша табуға лайықты емеспін деп кішкентай, получается, ол мекен өзін солай сезінетін. Осы сезімменен сіз үлкен өмірге аяқ басқан кезде, сіздің ішіңізде уверенность болмағанда, самооценкаңыз 0 болған кезде, сіз не жақсы оқи алмайсыз, не жақсы жұмыс істей алмайсыз, не дұрыс табыс таба алмайсыз. Түсіндіңіздер ме? Барлығы бұның цепочка. Сіз қазір бастасаңыз өзіңізбен жұмысты, біріншіден отношениеңіз түзеледі, екіншіден уже балаларыңызды да жақсы өмірге программалай аласыз. Себебі сіз балаға қанша рет айтқанменен, былай жаса, былай, ол сіздің айтқаныңызды жасамайды. Ол только көргенін ғана неосознанно, бессознательно соны қайталап отыратын болады. Так, түсінікті болып жатыр ма, қыздар? Сұрақтарыңыз бар ма маған? Так, сұрақтарыңыз болса, сұрақ қойып тастасаңыздар болады. Мен жауап беремін. Кімде қандай сұрақ бар? Не түсініксіз болып жатыр? Не түсінікті болды? Кстати, менде Россиядан, Ижевск қаласынан менде подружкам болған. Бір 2-3 жылдың көлемінде араласып жатырмыз. Оны стористі да, по-моему, айттым. Сол жаңағындай күйеуі отбасынан кететін болып шешіпті. 2 қызы бар болатын, күйеуі отбасынан кетемін деп шешкен кезде, ажырасамын, болды, сенімен тұра алмаймын, саған деген махаббатым сөнген, сені әйел ретінде көре алмаймын деп кетейін деп тұрған, уже 3-ші баласы туады, кетемін деп жаңағындай әйеліне айтады. Сөйтіп бірақ күйеуі айтады, мен полностью сені обеспечивать етем, үй саған қалады, полностью обеспечивать етем, мен сені барлық жағдайыңды жасаймын, бірақ мен басқаны жақсы көріп қалдым. Бізге қазақтарға қарағанда орыстардың ажырасуы өте оңай, білесіздер. Басқа елді жақсы көріп қалдым, кетемін дегенде, жаңаға қыз, подружкам, получается, маған жылап хабарласады. И біз бір ғана терапия жасадық. Оның ішіндегі травмалар, оказывается, сол нәрсеге алып келген, сол жаман отношениеге алып келген, күйеуін кетуіне алып келген, сол бала кездегі травмалар, сол глубинаны, тамырды алып тастаған кезде, бала кездегі жаңағындай травмаларды проработка жасағанда, және қазіргі состояниесімен, и жаңағындай болашақта ол сенбеген вообще. Это невозможно, ол кетеді деп жылаған кәдімгідей. Ол мені тастап кетеді, мен 3 баламен қалатын болдым, мен 3 баламен ешкім алмайды деген сияқты кәдімгідей жылаған болатын. Бірақ бір терапия, 2 сағат отырып терапия жасадық.
И қалай, как она хочет, как ты хочешь, чтобы было деп мен одан сұрасам, ол невозможно дейді да. Күйеуіммен уже бәрін ол кәдімгідей серьезно айтты. Күйеуіммен бірге өмір сүру это уже невозможно деп тұр да. И жаңағындай все равно проработка жасадық біз, мен мысығым ойнап жатыр тағы да. Проработка жасадық и бір аптадан кейін ол күліп қуанып кәдімгідей күштілеп жазып жатыр. Күйеуіммен сөйлестім. Күйеуім біздің отношениеге тағы бір шанс беруге жаңағындай көніп отыр деген сияқты. А до этого ол кәдімгідей уверенный еді, ол басқа біреуді жақсы көріп қалған, ғашық болып қалған, ол онсыз өмір сүре алмайтын болып екенін маған айтты, біз ажырасамыз деген сияқты. Получается, бір терапияның өзінен, бір травманы шешудің өзінен біз уже кәдімгідей результат алды да, уже бір отбасы сақталып қалды деген сөз. Сондықтан егер сіздің қазір отбасыңызда бір қандай да бір қиыншылықтар болып жатса, күйеуіңіз сыйламаса, күйеуіңіз жақсы көретін, внимание бермесе, бір ұрыс керістер болатын болса, измена жасап жүрсе, оның барлығын түзеуге болады. Оның барлығын орнына келтіруге болады. Не арқылы? Өзіңізбен жұмыс арқылы. Мен тағы да айтам, классический психология уже не работает. Бір техниканы жасап күйеуінен бір нәрсе күту уже не работает. Кәдімгідей менің көзім жеткен, өзім нәтиже алған, және маған келетін клиенттердің барлығы 100% нәтиже алып кететін осы техникалар, менің терапиямда қолданатын, травмамен жұмыс істеу, как психотерапевт өткенмен жұмыс істеу, как психолог қазіргі состояниемен жұмыс істеу, и как коуч уже болашақтағы жаңағындай қалайтын нәрсеңменен, целіңменен жұмыс істеу. Кстати, мен мына жерде тағы бір техниканы ұмытып кетіппін. Мынандай техника бар. Мысалға, мен осы бір техниканың өзімен ең бірінші осы неге келген кезде, мышлениеге, осы бір ғана техниканы қолданып, мен 350 мың теңге тапқан болатынмын. Получается, 350 мың теңге хочу зарабатывать деп өзіңе цель қоясың, и сөйтесің да подсознательный шыққан жаңағындай установкалардың бәрін проработка жасап тастайсың. И сенің подсознаниең керек адамдардың барлығын саған тауып келеді да, уже мүмкіншіліктер, жаңа идеялар пайда болып, осы бір ғана техникадан мен 350 мың теңге 2 аптаның ішінде тапқан болатынмын. Осы техниканы да қосамын. Получается, сіз бірдеңені қалайсыз, цель қоясыз, и сол цельге мешать ететін подсознательный, сознательный и подсознательный установкалардың барлығын алып тастайсыз. Сол кезде уже сіздің подсознаниеңіз сіздің целіңізді, сіздің мақсатыңызды, сіздің өміріңізге тартып әкелетін болады. Түсінікті ма? Сенімділігіңіз ұнады дейді. Рахмет. Мен өте сенімдімін. Мен мынандай нәрседе, ол барлық, наверное, адамдарда бар. Нечестно болады ғой, честно емес, өтірік бір нәрсені сатқан кезде менің ешқашан жолым болмайды. Или мен наоборот откат кетеді менде. Ол барлық адамда бар деп ойлаймын. Себебі мен 2 жыл алдын инбилдинг сатқан кезде, мен уже түсініп қойғам ол кезде. Инбилдинг не работает, жұмыс істемейтінін түсініп қойғам. Бірақ соның өзінде саттым да. Ол кезде, осознанность кішкене жоқ еді. Соның өзінде саттым қыздарға, бірақ ол кезде 3 мың теңгеден сатқам. Бірақ менде чувство вины арқылы мен өзімді жазаладым да. Получается, түп санам, менің подсознанием өзімді жазалап, содан кейін мен инстаграмға шыға алмай кеткен болатынмын. Сондықтан честность ол все время жұмыс істейді. Сен когда біреумен честный болмаған кезде, бір косяктарыңды мойындамаған кезде, все равно өзіңнің подсознаниең, получается, іштегі өзіңнің менің өзіңе блоктар қойып келеді. Түсінікті ма, қыздар? Кімде қандай сұрақ бар? Давайте кішкене кері байланыс жасап жіберіңіздер. Кімде қандай сұрақ бар? Сұрақтарыңыз жоқ па? Бәрі түсінікті ма? Ол солай нәрсе. Біздің дінімізде де бар ғой жаңағындай. Құдай жазаңды береді деп айтады да, бірақ Құдай бізді жазаламайды. Құдайдың мейірімділігі соншалықты керемет, Құдай бізді жазаламайды. Біз өзімізді жазалаймыз. Өзімізге өзіміз блок қоямыз. Өзіміздің ішімізден өзімізді чувство вины болып, өзімізді винить етіп, өзіміз жабыла бастаймыз да. Просто өзіміздің жолымызға просто өзіміз блок қоя бастаймыз. Түсіндіңіздер ма?
Так, сұрақтарыңыз болса, жауап беріңіздер. Болмаса, давайте мен сіздерге обещать еткен техникаға көшейік. Өте керемет техника. Установканы трансформациялау. Так, қыздар, айтқандай. Курстың бағасын мен айтпаппын ғой. Курстың бағасы, қараңыздар, VIP тариф болады. Ол 350 мың теңге. Оның ішінде менен кері байланыс, наставничество бір айға бүкіл сабақтар беріледі. Мына бүкіл техникалардың бәрін аласыздар. И менен экотерапия аласыздар. Экотерапия беріп, қай жерде, блогыңыз қай жерде тұр, соны анықтайтын боламыз. Бірақ, қыздар, негізгі бағасы осылай, 350 мың теңге. Бірақ, қыздар, осы 3 күннің ішінде кім төлем жасайтын болса, VIP тарифті біз 990 теңгеге қойдық. Оның ішіне менен экотерапия кіреді, бір ай наставничество кіреді, және осы бүкіл жаңағындай техникалардың барлығын алып, получается, өзіңізбен жұмыс істей аласыз. Бұл техникалар не только просто отношениеге ғана емес, бұл техникаларды алып сіздер жұмыстан карьераңызды өсіруге, ақшаңызды өсіруге, табысыңызды өсіруге полностью қолдана аласыздар. Енді екінші тариф, ол стандарт тарифі, ол 29.990 теңге. Ол жерде сұрақтарыңызды қоясыздар, сұрақтарыңызға жауап ала аласыздар, бүкіл техникалар берілетін болады. Енді ең арзан тариф, мини тарифі, ол 19.990 теңге. Оның ішіне бүкіл сабақтар кіріледі, мына техникалардың барлығы кіреді, бірақ ол жерде өзіңіз ғана жұмыс жасайтын боласыз. Тек өзіңіз ғана. Кері байланыс болмайды, сұрақтарыңызды қоя алмайсыздар, бірақ мына техникаларды алып, өзіңіз жұмыс істеп, өзіңіз нәтиже ала алатын боласыздар. Түсіндіңіздер ма? Бұл техникалардың барлығын мен жинадым. Бұл бір ғана техника емес, бір жерден алынатын. Мен 2-3 ғана техниканың өзін 770 мың теңгеге сатып алған болатынмын. Бұл сабақтың құны негізінде 3 миллион теңге деп қойса да болады. Бірақ менің предназначением деп жатамыз ғой. Менің іштегі, жүректегі қалауым просто өзім кезінде қиналғамын өте, бәріңіз білесіздер, өзім қиналғам өте, самооценкам нөлдігінен, изменадан, жаңағыдай отношением ужасный болғандығынан өзім өте қиналғанмын. Сол кезде армандайтынмын, сол кезде қалайтынмын. Прям маған курс берсе осындай, мен алсам, соны оқып, мен нәтижеге жетсем деп. Бірақ, қыздар, курсқа келетіндер, қандай кісілерді көргім келеді. Бұл жерде только знания берілмейді. Знанияны мен қазірдің өзінде сіздерге беріп жатырмын. Бұл жерде берілетін техниканы алып, міндетті түрде жасаймын десеңіздер, нәтижеге аламын, отношениені жақсартқым келеді, табысымды арттырғым келеді деген қыздар ғана келсін. Себебі бұл жерде только өзіңіздің басыңызбен, мышлениеңізбен жұмыс істейсіз. Ішіңіздегі бала кездегі сізді сындырған травмалармен, самооценкаңызды өлтірген, уверенностьті өлтірген травмаларыңыздың барлығымен жұмыс істеп, ішіңіздегі сасып жатқан боқтың барлығын шығаратын боласыздар. Қарапайым сөзбен айтқан кезде. Осы техникалар арқылы. Бұл техникаларды мен әр тренингтен, Джон Кехоудан, Джо Диспенза, кімдер бар, сіздер білетін. Мастер Кит кеше біреу айтып жатыр, мастер Китті перевод жасап отырсын ба деп комментарий қалдырып кетті. Бұл техникалар. Мастер Киттің өзі, қараңыздар, қазір 1 миллион теңге тұрады. Мастер Кит, именно осы техникалар, бірақ 5 қана техника бар оның ішінде, сол Россияда 1 миллион теңгеге сатылады. Еще ода доступ әр ай жаңағындай техниканы алып қолданатын болсаңыз, әр айға сіз қосымша доплата жасап отырасыз. 15 мың или 20 мың есімде жоқ. Дәл солай. Қазір мен сіздерге мастер Киттен күшті, мастер Киттен өте керемет жұмыс жасайтын техникалардың барлығын жинап, соның барлығын орта баға 30 мың теңге, 29.990 теңгеге ала алатын боласыздар. Түсінікті ма? Кімде қандай сұрақтар бар? Так, кімде қандай сұрақтар бар? Сұрақтарыңыз бар ма, қыздар? Сұрақтарыңыз болса, жауап берем.
болмаса давайте техникаға кірісеміз. Бұл техника бір 10 минут жасалады, 5-10 минут уақытыңызды алады. Ешкім мазаламайтын, ешкім сізге жаңағыдай мешать етпейтін жерге отырып алыңыз. Қағаз, ручка аламыз обязательно. Бұл техниканың өзі 300 мың теңгеде тұрады. Бір ғана техника. Қағаз, ручка алып алдық па? Реакциямен білдіріп жіберсеңіздер. Сақтап қойыңызшы дейді. Негізі сақталмайды деген едік, бірақ көре жатармыз. Қағаз, ручка алып алыңыздар. Дайынсыздар ма? Реакциямен білдіріп жіберсеңіздер. Қазір өте керемет техника болады. Қыздар, барсыздар ма? Бір реакция кетті. Так, давайте онда бастайық. Көзіңізді жұмасыз. Подожди, тоқтаңыз. Қағаз алдыңыз, ручка алдыңыз. Енді сіздің өміріңізде қандай басты установка бар? Ер адамдың барлығы изменение жасайды деген ба? Кімде қандай установка бар? Просто өзіңіздің ішіңізден шығарыңыз. Кімде қандай установка бар? Отношениені дұрыстау мүмкін емес деген ба? Или күйеуім өзгермейді деген ба? Қандай установка бар? Дәл сол установканы қағаз бен ручка алып жазасыз. Мен өзімде дайындап қойғам. Мен де сіздермен бірге жасайтын боламын. Так, установканы жаздыңыз ба? Установканы жазып болдыңыз. Енді қараңыз, осы установкаға қараған кезде бұл сізді блоктайтын, шектейтін, ограничивать ететін установка. Қағазға жазып алдыңыз, Қағазға жазып алдыңыз. Енді осы установкаға қараған кезде мұрныңызбен терең демаламыз, аузымызбен шығарамыз. 3 рет осылай, асықпастан. Денеңіз расслабиться етті, босады кішкене. Енді осы установкаға қарадыңыз. Осы установкаға қараған кезде қандай сезім сезініп жатырсыз? Не сезім сезініп жатырсыз? Жазып шығыңыз астына. Қандай сезім? Жазыңыздаршы, сіздер дұрыс жасап жатырсыздар ма, жасамай жатырсыздар ма? Мен қарайын. Ограничивать ететін установканы жаздыңыз. Соған қарағанда не сезініп тұрсыз? Қандай сезім көтеріліп жатыр? Давайте, қыздар, тез. Установканы жаздыңыз. Сол сізді ограничивать ететін установкаға қарағанда қандай сезім шығып жатыр ішіңізден? Не сезініп жатырсыз, не сезініп тұрсыз? Сенімсіздік. Тағы да қандай сезім? Жек көру сезімі дейді. Тағы қандай сезім? Бір ғана сезім болмайды. Бір установкада, ограничивать ететін бір установкада кем дегенде 3-4 сезім болады. Сенімсіздік, жек көру сезімі, дұрыс. Тағы да 3-4 эмоцияны, сезімдеріңізді шығарып, установканың астына жазыңыздар. Күйеуім жек көрем дейді. Жек көрініш. Ешқандай деген болмайды, ешқандай сезім болмаса, сіздің миыңыз сопротивление жасап жатыр, или сіз эмоцияңызды просто жауып тастағансыз. Или ол сізді ограничивать ететін установка емес. Установкаға қарағанда ешқандай сезінбеу мүмкін емес. Или ол не установка, или у вас миыңызда сопротивление конкретно. Давайте кеттік ары қарап. Енді көздеріңізді жұмыңыздар. Көздеріңізді жұмдыңыз. Терең мұрынмен тыныс алып, ауызбен шығарамыз.
3 рет. Асықпай, қиналу дейді. Иә, ол да сезім. Көздеріңізді жұмып тұрыңыздар. Көздеріңізді ашпаңыздар. Көздеріңіз ашылмау керек. Так. Енді сіздерге сұрақ қоям. Жек көру, өзімнің кінәлау, сенімсіздік дейді. Жек көру. Давайте. Көздеріңізді жұмдыңыздар. Терең тыныс алып шығардыңыздар. Енді осы сезімдер сіздің денеңіздің қай жерінде өмір сүріп келді? Денеңіздің қай жерінде өмір сүріп келді? Тамағыңызда, көкірегіңізде, ішіңізде, қай жеріңізде? Сезімдер қай жерде орналасқан тауып алдық. Сізді ограничивать ететін установканың сезімдері денеңіздің қай жерінде тұрғанын тауып алдық. Енді менің ғазиз жаным. Ғазиз жаным деген ол менің түп санам. Менің басымда дейді. Менің ғазиз жаным, менің түп санам, менің денем. Осы сезімдерді, осы установканы, осы сенімді мен саған шығаруға, жіберуге рұқсат берем. Тығылып тұрған, денемде тығылып тұрған эмоцияларды, установка, сезімдердің барлығын шығарып таста. Рұқсат берем. Түкіріп таста, шығарып таста, ұшырып жібер, или выплеснуді. Шығарып тастадыңыздар, полный. Мұрынмен терең тыныс аламыз, аузымызбен шығарамыз. Эмоциялар кетті ма полный? Эмоцияларыңыз шықты ма? Денеңізден шықты ма? Енді менің ғазиз жаным, менің түп санам. Осы установканың орнына маған қандай установка жазасын? Положительный. Менің жолымды ашатын, маған пайда келетін, мені қуантатын. Қазір сіздерге, может, бір картинкалар елестеуі мүмкін, или бір ситуациялар есіңізге түсуі мүмкін. Себебі түп сана только образына жауап береді. Или ішіңізден шығуы мүмкін бір жауап. Мына жағыңыздан емес, ішіңізден, солнечное сплетение дейді ғой, мына жерден шығуы мүмкін. Жауаптар шықты деп ойлаймын. Образдар көрінді деп ойлаймын. Енді менің түп санам, менің денем, менің таным. Бұл жаңа установка мен үшін безопасно. Бұл мені қуантады. Бұл маған бақыт сыйлайды. Осы установканы алып, менің тәніме, миыма жазып қойыңды сұраймын. Так, көзіміз жұмулы күйлі. Мұрынмен терең тыныс аламыз. Аузымызбен шығарамыз. И ақырындап көзіңізді ашып, дәл қазіргі сәтке оралыңыздар. Кімде, кім не көрді?
Кімде қандай жауап шықты? Кім кіре алды, кім кіре алмады? Кім өзгерте алды, кім өзгерте алмады? Жазсаңыздар болады. Эмоциялар шықты ма тәніңізден? Жібердіңіз ба? Установка сенімдерді. Жауаптарыңыз жазсаңыздар болады. Кімде не өзгерді, кімде өзгермеді, может біреуде ми сопротивление болып жатыр. Кімде қандай сезім болып жатыр? Эмоция буып тұрған тамағыңыздағы, көкірегіңіздегі эмоцияларды, сенімдерді, установканы жібергеннен кейінгі состояниелеріңіз қандай? Денеңіз босаңсу бар ма? Жеңілдік бар ма көкіректе, тамақта? Онша кіре алмадым дейді. Жеңілдік сезінгендеймін дейді. Онша кіре алмасаңыз, қайтадан жасаңыз, қайтадан жасап көріңіз. Потому что миға жаңа нәрсе бірден берген кезде ол все равно сопротивление жасайды. Кейбіреулерде оңай болады. Жеңілдік сезінгендеймін дейді. Орнына қандай ой келді? Босаңсу шамалы дейді. Орнына қандай ой келді? Может, картинка, может, потому что біздің түпсанамыз бізбен только образно сөйлеседі, образ түрінде. Сізге картинкалар көрсетеді, может, бір бақытты кездерді көрсетеді, может, бір жаңағыдай ситуациялар есіңізге түседі. Кім жаңа установка жазалды? Кіре алмадым дейді. Кіре алмаған болсаңыздар, может, сізге біреу мешать етіп жатқан шығар. Мен енді кірдім дейді. Сіз эфирге енді кірдіңіз ба? Біз мына жерде күшті техника жасадық. Установкаларды жіберетін. Қазір қарасаңыздар, көбісі жаңағындай, көбісі топ қателік деп айтайыншы. Көңіл күйім көтерілгендей болды дейді. Уже осының өзі уже трансформация. Қараңыздар, одан кейін осы техниканы жасап жатқан кезде есінеу, көзден жас шығу болатын болса, ол сіздің басыңыздағы нейрондық связар өзгеріп жатыр деген сөз. Түсіндіңіздер ме? Может, біреуде жаңағыдай қосқысы келіп, тамағына бірдеңе тірелуде болуы мүмкін. Біреулер кекіреді. Ол сіздің денеңізден осылай шығып жатқанының бір белгісі. Нейрондық связдардың өзгертіліп жатқанының белгісі. Қазір жаңа не айтып жатыр едім? Наверное, бүгін эфирді сақтаймын. Бір күнге 24 сағатқа эфирді қайталап көріп алсаңыз болады, бәрі түсінікті болады. Қазіргі топ қателік деп айтайын, бәрі только мына жермен жұмыс істейді. Сіздер өзіңіз жасап көргендей, на самом деле установка только мына жерде қалмайды, бүкіл тәніңізде қалады, бүкіл денеңізде қалады. Осылардың тәніңізден, денеңізден шығарған кезде уже сіздің өміріңіз өзгере бастайды. Түсіндіңіздер ма? Түсінікті болды ма? Так, менің уже тамағым шаршап қалды. 1 сағат отырыппыз. Қазір эфирдің уақыты аяқталады. Курсқа сатылымды ашық деп жариялаймыз бұйыртса. Бүгін сториста реквизит қалдырамын. Кім қатысқысы келеді, төлем жасасаңыздар, бүгін скидкамен үлгересіздер. 3 күннен кейін баға көтерілетін болады. 30 мың теңгелік 45 мың теңге болады, 20 мың теңгелік 30 мың теңге болады, VIP тариф 150 мың теңге болады. Сондықтан скидкаменен үлгеріп төлем жасап қалыңыздар. Міндетті түрде жасаңыздар техниканы и комментарийда қандай сезім, не сезіндіңіз, нені өзгерттіңіз, техниканы жасап болғаннан кейін қандай сезініп жатырсыз, не сезініп жатырсыз, қандай ойлар келіп жатыр, соның барлығымен бөлісіп кетіңіздер, чтобы и өзіңізге, и басқаға да пайдалы болу үшін.
Сонымен мен бүгінгі эфирді аяқтаймын. Сіздерге пайдалы болды ма? Пайдалы бола алдым ба? Кері байланыс беріп жіберсеңіздер. Реакциямен, жауаппен. Так. Жарайды қыздар. Жақсы, онда мен эфирді аяқтаймын. Эфир 24 сағат сақталады. Сондықтан тез-тез қарап алыңыздар.